Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Тойың тойға ұласын салған әнін қырасың деп, мінеке тойымыз тойғыласып, қазақ елі әдемі бір мерекені тойлап жатқанда керемет әулетте халқымыздың қазыналы тойы басталды. Ендеше Қасымбековтер әулетінің тойы құтты болсын, қазақтың жастары бақытты болсын деп алты алаштың атынан бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Тойларыңыз құтты болсын, ардақты ағайындар. Қайырлы кеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар, армысыздар ағайын. Көңіл ұқсас көктемге зердемен қабыл алыңыз, сөзімнен шәрбәт төккенде. Азаматтары апталдай, арулары ақтаңдай, жомарттығы шанда жоқ, мінездері мақпалдай. Жақсылық жолын жалғаған, татулық жырын толғаған. Қазағымнан айналдым, салт дәстүрін сақтаған. Ал ендеше ағайын, қошеметіңді аяма, өнерпаз қыздай ала. Жылқысындай жеткенде, ардақты халқым бұл кешке. Алланың нұры жолсын шай, сіздер де асыл тектелге деп. Бүгінгі дүркіреген дүбірлі тойымызға хош келдіңіздер дейміз ағайын. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, бүгін 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Екі дүниең абат болсын, қуанышың қабат болсын дейді. Қазақ елі керемет мерекені тойлап жатқанда үлкен бір әулет келін келді деп қуанып жатыр. Бүгін асылдай ұлдарыңыз үйленіп, Мәдинадай аппақ келін келгенде Павлодар қаласынан келген жаңа құдаларға да бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Ал енді ең басты қуаныш бүгін түлкібастықтардың қуанышы. Өйткені көпшілікке дастархан жайып қуанып жатқан, шаттанып жатқан, келін алдық деп елден сүйінші сұраған, Түлкібас ауданының қымбатты тұрғындары ұлы жүзде шанышқылы руының көшін жалғастырған Қасымбековтер әулеті болса, бүгін үлкен атамыздың әруағы бұралып түскен күн. Атамыз болмаса да атаның орнына ата болып, әженің орнына әже болып, немересінің тойында төрде тақта жарқырап отырған Болай әжемізге бір шапалақ ұрып қойсаңыздар бола ма? Шөберенің қолына май жаласын. Ай, берекелді тойларыңыз тойғыласын дейміз. Осындай ұлды өсіріп, өндіріп, бүгінде Аллаханымызға келін қондырдық деп қуанып, баршаңызға ақ дастархан жайып отырған бүгінгі тойдың иелері Сәтбай ағамыз бен Керім қыз жеңгемізге де той құтты болсын деп тағы да бір қол соғып қояйық шағайын. Қымбатты қонақтар, қуанышты бөлсін көбейет дейді, осы қуаныш сіздерге де жұғысты болсын. Санаулы сәттерден кейін асылдай ұлдарыңыз бен Мәдинадай келіндеріңіз әдемі әннің құшағында ортаға келіп, нағыз керемет махаббат вальсін билейтін болады.